Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы экологиялық пирамидалар. Экологиялық пирамидалар бұл трофикалық деңгейдегі даралар санын, олардың биомассасының немесе олардағы энергияның мөлшерін бейнелейтін және трофикалық деңгейдің артуымен барлық көрсеткіштердің төмендеуін көрсететін графикалық модельдер. Экологиялық пирамидалардың үш түрін ажыратамыз: энергиялық, биомассалық және сандық. Әрбір трофикалық деңгейдегі организмдердің арақатынасы негізінен түсетін энергияның арақатынасы сияқты ережеге бағынып отырады. Деңгей неғұрлым жоғары болған сайын, организмнің жалпы биомассасы мен оның құрамындағы даралар саны соғұрлым аз болады. Экологиялық пирамидалардың құрылу принциптері. Пирамиданың табанында продуценттер, яғни өсімдіктер, олардан кейінгі жоғары деңгейде бірінші реттік консументтер, келесі деңгейде екінші реттік консументтер, одан кейінгі пирамиданың төбесінде дейінгі неғұрлым ірі жыртқыштар орналасып отырады. Пирамиданың биіктігі әдетте қоректік тізбектің ұзындығына сәйкес келіп отырады. Кез келген трофикалық тізбекте барлық қорек дараның өсуіне, яғни биомассаның қалыптасуына пайдаланылмайды. Оның бір бөлігі организмнің энергетикалық шығындарын тыныс алу, қозғалыс, көбею, дене температурасын ұстап тұру үшін жұмсалады. Яғни қоректік тізбектің әрбір келесі буынында биомасса кемитін болады. Экологиялық биомасса пирамидасы ережесі бойынша кез келген экожүйенің әрбір келесі буынындағы биомасса алдыңғы буындағы биомассадан 10 есе аз болады. Сандық пирамида берілген экожүйенің трофикалық деңгейлерінің әрқайсысындағы даралар санын көрсетеді. Сандық пирамида әр трофикалық деңгейдегі организмдердің орналасу тығыздығын көрсетеді, бірақ организмдердің өздігінен жаңару жылдамдығын білдірмейді. Егер жемтік популяциясының көбею жылдамдығы жоғары болатын болса, онда тіпті биомассасы төмен болса да, көбею жылдамдығы төмен популяция биомассасы жоғарғы жыртқыштар үшін жеткілікті қорек көзі болуы мүмкін. Осыған себеп сандық пирамида төңкерілген болуы мүмкін. Яғни организм тығыздығы берілген нақты уақытта төменгі трофикалық деңгейде жоғарғы деңгейдегі организмнің орналасу тығыздығына қарағанда төмен болуы мүмкін. Биомассалар пирамидаларында әртүрлі трофикалық деңгейдегі даралар ұғымының тіршілік ету ұзақтығы мен биомасса түзу, желіну жылдамдығы ескерілмейді. Сондықтан экожүйелердің трофикалық құрылымын көрсетудің әмбебап тәсіліне тірі заттың пайда болу жылдамдығының пирамидасы, яғни өнімділік пирамидасы жатады. Оны әдетте біз энергиялық пирамида деп атаймыз. Бұл пирамиданың ережелері. Жалпы 1942 жылы американдық эколог Линдеман энергетикалық пирамида заңын құрастырды. Соған сәйкес экологиялық пирамиданың алдыңғы деңгейіне түскен энергиялық қоректер тізбегі арқылы бір трофикалық деңгейден келесі трофикалық деңгейге шамамен 10% өтеді. Энергияның қалған бөлігі жылу бөлуге, қозғалысқа жұмсалады. Организмдерді алмасу процесінің нәтижесінде осы қоректік тізбектің әрбір буынында тіршілік әрекеті үшін барлық энергияның 90%-на жуығын жоғалтады. Экожүйедегі энергияның түрленуін үш трофикалық деңгейден тұратын қарапайым жайылымдық трофикалық тізбек мысалында қарастырамыз. Бірінші деңгей шөптесін өсімдіктер, екіншісі шөп қоректі сүтқоректілер, бұған мысал ретінде қоян жұтқызуымызға болады. Үшінші деңгей бұл жыртқыш сүтқоректілер. Қоректік заттар күн сәулесінің энергиясын пайдалана отырып, биоорганикалық заттардан органикалық заттар және оттек, сонымен қатар АТФ түсетін өсімдіктердегі фотосинтез процесс нәтижесінде пайда болады. Фотосинтез процесс нәтижесінде пайда болатын органикалық заттар жалпы бастапқы өнім деп аталады. Жалпы бастапқы өнім энергиясының бір бөлігі тыныс алуға жұмсалады. Соның нәтижесінде таза бастапқы өнім пайда болады. Екінші трофикалық деңгейге түсетін және қояндар пайдаланатын энергия сол бастапқы өнім болады. Энергиялық пирамида реттік деңгейлерде энергия ағымының немесе өнімділіктің шамасын көрсете тұрады. Жүйенің статистикасы, яғни сол уақытта организмдердің санын бейнелейтін сандық және биомассалық пирамидаларына қарама-қарсы ұғым болып танылады. Энергиялық пирамида азық массасының қоректік тізбектің әр трофикалық деңгейінен өту жылдамдығын көрсете отырып, бірлестіктің функционалдық қауымдастық туралы түсінік береді.
энергиялық пирамидалар жүйесінің ішіндегі популяциялардың энергетикалық маңыздылығын салыстыруға және де экожүйенің жекелеген бөліктерінде ерекше қызығушылық тудыратын сандық қатынастарды бейнелеуге мүмкіндік береді. Мысалы, жемтік жыртқыш немесе қожайын паразит буындарында. Назарларыңызға рахмет.